Сәлеметсіздер ме, құрметті қымбатты Тару әлемнің көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздерге апталық жорамал ұсынамын барлық жұлдыз белгісіне. Осы бөлімде біз таразыдан балықтарға дейін қараймыз. Бізде 6 шілдеде новолуние болады. Ай туады, жаңа ай туады. Және 6 шілде новолуние бізде шаян белгісінде болады. Осы новолуние бізде қамқорлықтың новолуниясы, бір-біріңізге қамқорлық жасау, жақын туыстарыңызға қамқорлық жасасаңыз 2 апта бізде өсу аптасы болады. Жаңа бастама бастауға, жаңа жұмысқа тұруға, өміріңізді жаңартуға өте қолайлы кезең. Сонымен болжамымызды бастайық. Бірінші бізде таразы белгісі. Таразы белгісін не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін таразы белгісі не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін таразы белгісі не күтеді? Қарайық бірге. Арнада пассианс қазақша бар. Оны апталық жорамалмен бірге қарасаңыз, нұр үстіне нұр болады. Сонымен таразы белгісін 1 шілдеден 7 шілдеге дейін күтеді. Өте жақсы карта түсті. Таразыдар, сізге бір үлкен мүмкіндіктер келеді. Материалдық мүмкіндіктер келеді. Шілде айында, жаздың 2 айында сізге материалдық мүмкіндіктер келеді. Үлкен материалдық мүмкіндіктер ол бір нәрсе сатып, ол үй сатып алу, көлік сатып алу, немесе лотерея ойнасаңыз, лотереядан қомақты ақша ұтасыз. Туз ол начало, единица. Көп тапсырыс аласыз, бір жақсы тапсырыс аласыз ақшасы жағынан. Және сізге қарым-қатынасыңыз өте жақсы болады. Жұмысыңызда сізді көтереме бастық боласыз ба? Осындай сізді үлкен материалдық мүмкіндіктер күтеді. Шілде айында 1-7 шілдеге дейін. Апталарыңыз сәтті өтсін. Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі бізде сары шаяндар. Сары шаяндарды не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін сары шаян белгісі не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін сары шаяндарды не күтеді? Қарайық. Сары шаяндарға старший аркан звезда түсті. Өте жақсы карта. Сіз сары шаяндар шілдеде, жаздың 2 айы 1 шілдеден 7 шілдеге дейін сіздерге старший аркан звезда, өзіңізді жұлдыз сезінесіз осы аптада, немесе сіз бір жұлдыздың концертіне барасыз ба, өзіңіздің бір үлкен арманыңыз орындалады. Бізде звезда 17-ші старший аркан, сіздің жоспарыңыз орындалады. Осы аптада жұмыста сізге премия беремі, сондай алғыс хат береді, және жеке қарым-қатынаста сіз жақсы мықты қарым-қатынастар құрасыз болашаққа. Және сіз бір жолға шығасыз, және оны әлі білмейсіз не күтерін алдыда. Бірақ сіз үлкен соған үміт артасыз, соған. Және сізге көп соған энергия беріледі. Апталарыңыз сәтті өтсін, арманыңыз орындалсын, жұлдызыңыз жанады осы аптада сары шаяндар. Келесі бізде мергендер. Мергендерді не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін.
1 шілдеден 7 шілдеге дейін мергендерді не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін мергендерді не күтеді? Қарайық. Мергендерге двойка пентакли түсті. Мергендер, сіз осы аптада сізге екі жерден ақша келеме, екі источник болама, және ақша біраз келген ақшаңыз тез жұмсайсыз, жұмсау орны табылып тұрады сізге, және сіз бір жерден екінші жерге салу керек болады сізге ақшаны. Біраз ақшаға қиналасыз, сізге қалағанда көп ақша болмайды, біраз болады, және соны барлығына жеткізуге тырысасыз. Мергендер, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі бізде тәуішкідерді не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін тәуішкі белгісі не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін тәуішкі белгісі не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін тәуішкі белгісі не күтеді? Арнада пассианс жорамал және шілде айына болжам бар. Осы болжамды да өтіп қараңыз. Тәуішкідерге старший аркан жрица түсті, второй старший аркан. Сіздің апталарыңыз біраз баяу өтеді. Сізге шешім қабылдар алдында сізге интуицияңызды тыңдау керек. Барлық сұрақтар біздің ішімізде. Барлығын өзіңізден сұрасаңыз, барлығын содан ішіңізден табасыз. Өзіңіздің интуицияңызды тыңдаңыз, асықпаңыз шешім қабылдар алдында. Жұмыста да біраз күту қажет болады. Жеке өміріңізде сіз өзіңізге жақын адамыңызды табу мүмкіндік болады. Және сіз бір құпия ақпарат аласыз ба, біреудің құпиясын сақтайсыз ба, немесе бір құпия ақпаратты үйренесіз бе, таролог, астрологтарға барасыз. Осындай сізде апта болады. Тәуішкідер, арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі бізде су құйғыштарды не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін су құйғыштарды не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін су құйғыштарды не күтеді? Арнада пассианс жорамал қазақша бар. Шілде айына осы болжамды апталық жорамалмен бірге қарасаңыз, көбірек ақпарат аласыз. Су құйғыштарға девятка жазылып түсті. Сіз өзіңіздің мүлкіңізді, өзіңіздің жұмысыңызды, заттыңызды өзге адамдардан қорғайсыз, қорғаныш позициясында боласыз. Ешкімді жаныңызға жолатқыңыз келмейді, ешкімге сенбейсіз, өткен қателіктерді қайталаудан қорқасыз, денсаулығыңызға назар аударыңыз, көзіңіз, басыңыз ауыруы мүмкін осы аптада. Және адамдардан, қоғамнан бір күдік күтесіз, қатер күтесіз, бірақ қорқыныш болады болашақтан, бірақ сізге осындай жағдайдан шығу керек. Адамдардан қорықпаңыз, барлығы жақсы, адамдарға сену керек біраз. Сізге соғығыштар, сондай сізге кеңес. Аптаңыз сәтті өтсін. Келесі бізде
балықтарды не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін балықтарды не күтеді? 1 шілдеден 7 шілдеге дейін балықтарды не күтеді? Арнада пассианс қазақша бар және шілде айының болжамы бар. Осы болжамдарды да өтіп қараңыз, өтініш. Балықтарға өте жақсы карта түсті. Десятка, младший аркандардың соңғы картасы, десятка кубков. Өте жақсы карта, сіздің эмоцияңыз өте көтеріңкі болады. Және сіз өзіңізді жайлы сезінесіз, сіздің стихияңыз, кубки. Отбасылық карта бізде десятка кубков. Отбасыңызбен жақсы уақыт өткізесіз. Отбасылық бір қуаныш болады сізде. Мысалы, көбею болады, отбасыңызда бала туу болады, немесе балалы болатын туралы хабар аласыз. Бақыт, қуанышты білдіреді, тұрақтылық болады. Немесе келін түсіресіз, қыз ұзатасыз. Осындай бір отбасылық қуаныш күтеді сіздерді, балықтар. Жұмыста ол сіздің коллективіңіз жақсы болады, коллективте барлығы сізді қолдайды, эмоцияңыз өте жоғары, көңіл күйіңіз өте көтеріңкі болады осы аптада, балықтар. Апталарыңыз сәтті өтсін. Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.